Ассалаумағалейкум көрермен, тікелей эфирде Түркістан Таймс, студияда Нұркен Қалижанұлы, алдымен күннің маңызды ақпараттары. 90 пәтерлі тұрғын үй жарылып кетуі мүмкін. Түркістан қаласындағы мөлтек аудандардың тұрғындары бірнеше күннен бері ұйқыдан қалдық деп отыр. Тұрғын үй кезегі неге жылжымайды? Көпбалалы ана мемлекеттен көмек сұрай, себебі баспана кезегі алға жылжудың орнына кері шегініп кеткен. Түркістанда пәтер жалдау құны шарықтап кетті. Қымбаттығы өз алдына жарнама арқылы баспана табудың өзі мұңға айналған. Бағаны кім реттейді? Пәтерді жалға беру бизнесін қадағалап отырған мекеме бар ма? Мердігер мекеме уәдесінде тұрып қалаға су берілді. Бірақ келуін келгенмен мүлде екпін болмағандықтан көп қабатты үйлердің жоғары бөліктеріне су көтерілмейді. Бұрандан ағытса болмашы ғана бірер тамшы тамады. Ал ол не ауыз суға, не күнделікті басқа қолданысқа жарамайды дейді тұрғындар. Сондықтан олардың күні әлі сырттан келетін суға қарап тұр. Мен 5-ші этажда тұрамын. Бірінші мен 2-ші қабатта су келген, бірақ жоғары қарай напор көтерілмей жатыр. Ыдыс, табақ, олардың бәрі жуылмай тұр. Барынша күйеуім кешкісін келеді, кейде түнде келеді, сол кезде су әкеп береді, сол сумен жуып жүрміз. Күн бойы дауға айналған су мәселесі бойынша тілшіміз Түркістан қалалық инфрақұрылым және коммуникация бөліміне арнайы барды. Бірақ тиісті мекеме жауап беруден ат тондарын ала қашыпты. Бере алмаймыз. Неге? Келгеніне бір ай болды. Толық мәліметін білмеймін. Түсінбедім. Толық мәліметін білмеймін, келгеніне бір ай болды. Түркістандық көпбалалы ана мемлекеттен көмек сұрайды. 10 жылдан астам уақыттан бері пәтер жалдап күнелтіп келген келіншек бүгінде далада қалғалы тұр. Жалдаған пәтерінің иесі бір аптада босат деген. Басқасын жалдауға қаражат, ал жұмыс істеуге күш қайрат жоқ, яғни денсаулығы жарамайды. Мүгедектікке де шыға алмай отыр. Ал үй кезегіне тұрғанына 5 жылдан асқан. Бірақ кезегі алға жылжудың орнына кері шегініп кеткен. Толығырақ тілшіміз Әлия Мұхтарқызының сюжетінде. Көркем Кенжетаева 4 баланың анасы. Балаларының алды 3-ші сыныпта оқса, кенжесі небәрі 3 жаста. Бала кезден балдаққа таңылып бертін келе, тіпті жүруден қалған келіншек жұмысқа мүлдем жарамайды. Ол түгілі күнделікті балалардың тамағын әзірлеуге әрең шамасы жетеді. Ал жолдасы болса құрылысшы, алайда оның тапқаны пәтерақыдан артылмайды. Өзі мүгедектікке шығуға әрекеттеніп ақ көрген, әйтсе де құжаттарым түгел болғанымен жеме-жемге келгенде құзырлы орын пара сұрады дейді келіншек. Сосын 7 жас, 8 жасымнан бастап уже мен бір құлағанда осы екі тізем бірдей шығып кетті да, шарик уже құлай шарик ойнамай қалды. Кез келген жерде құлайым, талай жолда құлап, кәдімгі машинаға қағып кете жаздаған жағдайда болған менде. ПТК-ке дейін бардық, бүкіл документ дайындап, ПТК-ке дейін барғанымда, мұнан қай жер ауру деп шығарып жіберген. Көркемнің денсаулығынан кейінгі тағы бір уайымы баспанасының жоқтығы. Отбасын құрғалы 10 жыл ішінде 10 шақты пәтер ауыстырып үлгерген ол, әрі-бері қоныс аударудан мезі болғанын айтады. Оған қоса пәтер жалдау құны да жыл сайын өршіп барады. Көп балалы деп үйін бермейтіндер тағы бар. Балалар есеймей тұрып өз баспаналарына қол жеткізгісі келетіні де сол. Бірақ 5 жылдан бері кезегі жылжымай тұрған көрінеді. Біз кезекке тұрғанбыз. Бірақ әр үй алған сайын біз кезектен көреміз, өзімізді іздейміз да. Боп қалды ма екен деп. Біз көп бала ретінде тұрғанбыз. 1400 бір бәле болған бір көргенбіз. Бірақ қайтадан 1600 бір бәле болып кетті. Бірде 15 ба? Сондай болып кетті. Соңғы үй кезегін кеше осыдан бір апта емес, бір 5 күн бұрын ба көрдік, 1600 бір бәле болып тұр. Мысалы, мен денсаулығым жоқ, көшіп қонуда маған. Ояқты жинап алу да оңай емес. Осы айдың 15-іне шейін көшу керек, Осы айдың 15-іне дейін сұрап берді. Осы айдың 15-іне дейін көшіп кетуім керек мен. Мәселенің мән-жайын анықтамақ болып қалалық тұрғын үй инспекциясына бардық. Мамыр айында 120 үй берілген екен. Жеме-жемге келгенде алған мардымды ақпаратымыз қалған жаңа үйлердің газ жүйесі іске қосылмай үй берілмейді болды. Кезектің жылжымауы себебі де сол деп шығарып салды. Биылдыққа үй берген жоқпыз ғой. Қайт жыл дейді. Жоқ, наурыз қайт 1615 Сен бұрынғы 1400 болғаннан бар ма шығарғаны қазір? ол жоқ, 1615-тегі бар. Кеше түсіріп Жоқ, бұрынғы ол жоқ. Оның қал неменде? Республиканский база бұл. Республиканский базаны мен де, сен де ешкім өзгерте алмайды. бір әрпін өзгерте алмаймыз. Бір әрпін өзгерте алмайды.
Қазіргі таңда облыс бойынша жалпы үй кезегінде 42.883 адам тұр. Ал Түркістан қаласында үй алуға 13.010 адам ниетті. Соның ішінде өзінің кезегі 1403 екенін Көркем Кенжетаева еш дәлелдей алмай отыр. Себебі пәтерден пәтерге жүріп керекті құжаттарын жоғалтып алған. Алия Мұхтарқызы, Қазбек Алтынбек, Түркістан Таймс. Түркістанда пәтер жалдау құны шарықтап кетті. Облыс орталығы мәртебесін алғанға дейін оның бағасы қолжетімді болатын. Қазір қымбаттылығы өз алдына табу мұң. Жарнамаға шыға сала үйлер сол сәт өтіп кетеді. Бағаны кім реттеу керек? Пәтерді жалға беру бизнесін қадағалап отырған мекеме бар ма? Тақырыпта тілшіміз тарқасын. Назым Қайратқызы, 3 баланың анасы, жұмыс бабымен қаңтар айында Қостанай қаласынан қоныс аударған ол бүгінде пәтер жалдап тұрып жатыр. 150 мыңға пәтерді әзер дегенде таптық. Оның өзі 150 мыңның өзі қазіргі уақытта Түркістанда арзан болып саналады. Өйткені менің көршілерім, дәл бір үйде тұратын көршілерім, көп қабатты тұрғын үй ғой, олар 200-250 мыңға, тіпті 280 мыңға жаңағы біз жаңағы жалдап отырған үйді сондай бағаға жалдап отыр. Пәтер бағасы өте қымбат Түркістанда. Жаңағы жұбайымыз екеуміздің айлығымызды қосқанда жартысы осы пәтер ақыға кетеді. Түркістанда баспананы жалға беру бүгінде өте табысты бизнес көзіне айналған. Ақшаға құныққандар тіпті 3 бөлмелі пәтер бағасын айына 250 мың теңгеге шығарып жіберген. Объявление бойынша қараттық, 3 бөлмелі квартиралар 250 мың теңге дейді. Оған звондадық, енді амал жоқ, квартира таппаған екен. Сөйтсек, оның өзі өтіп кеткен уже. Қазір адамда қанағат қалмағанмы, түсінбедім үшін. Түркістаннан таппаған екен, Кентауға хабарластық, Кентауды іздедік. Кентауда шамал арзанда оғасын, қазір Кентаудан алып жатыр квартираны. Пәтер бағасының өсуіне әуелі жаңа жұмыс орындарының көбейіп, әлеуметтік және мәдени нысандардың Түркістанға көшуі себеп болған. Яғни бәрі облыстық әкімдіктің осында ауысып, мемлекеттік қызметкерлердің келуінен басталған. Қала берді, қыркүйек айында қалаға студенттердің келуі де сұранысты одан сайын арттыра түссе керек. Қазіргі таңда пәтер Түркістанда эксклюзив товар ретінде ұсынылып отыр. Пәтердің бағасын пәтерді жалға беруші өзі белгілеп жатыр. Яғни ол бұл жағдайдан максималды пайдаланғысы келіп, максимум бағаны қойып жатыр. Яғни біздің бағаны салыстырып қарайтын болсаңыздар, қазіргі Түркістандағы баға еліміздің басты қалалары, яғни Шымкенттен жоғары, Алматы мен Астанамен жобалас болып тұр. Сарапшылардың айтуынша пәтер жалдау құнын төмендету үшін көп қабатты үйлер тездетіп пайдалануға беру керек, сонымен қатар студенттерге де жатақхана көптеп салыну қажет. Нулевой салықпен төлеуге жағдай жасайтын болса, сол арқылы жалға берушілерге максимум бағанда қоюға мүмкіншілік болады. Яғни біздің негізгі мақсат қазіргі көлеңкелі экономикадағы бизнесті нарыққа шығару. Сол кезде мемлекет көріп, талдау жасап, керекті қимылдарды жүзеге асырылады. Ал қазіргі бизнес көлеңкеде болып тұр. Сол себепті әсер ету факторлары да қиын. Қазіргі бағаны реттеуге монополияға қарсы комитет пен мемлекеттік кірістер басқармасы әсер ете алады. Сондықтан аталған мәселені шешуге құзырлы мекемелер белсене араласуы қажет. Сарапшылар пәтер жалдау құнының өте жоғары болуы инфляцияның болуына да кері әсерін тигізетінін растап отыр. Нұрмахан Кенжехан, Ержан Сейдазем, Түркістан Таймс. Ауғанстанда билікті басып алған радикалды Талибан қозғалысы жаңа үкімет құрамын жариялады. Қозғалыс жетекшісі 60 жастағы Хайбатулла Ахунзада мемлекет басшысы болып танылды. Оның 2 орынбасарының бірі болып тәліптердің саяси кеңесінің жетекшісі болған Абдул Гани Барадар бекітілді. Еске салайық, ауған билігін басып алған тәліптер жаңа үкіметті жасақтауды 2 апта бұрын бастаған. Олар үкімет халықтың барлық тобын қамтитындай етіліп құрылатынын хабарлаған еді. Бірақ оның құрамында бірде-бір әйел кірмеген. Халқымыз ұзақ жылдар бойы аңсаған еркіндігін алды. Енді міне осы азаттық жолында бар күш-жігерін жұмсаған жандар арқылы мықты үкімет жасақталып отыр. Ел тұрғындары заңдық, экономикалық және әлеуметтік тұрғыдан қорғалу үшін барлық шаралар қолға алынатын болады.
Индонезияның Бантен провинциясында түрме өртеніп 41 сотталушы қаза тапты. Тағы 10 шақты адам жараланған. Өрттің неден тұтанғаны белгісіз. Қазір тергеу жүріп жатыр. Қайғылы оқиға кезінде түрмеде 2000-ға жоқ сотталушы болған анықталды. Ал сақшылардың бірде-бірі зардап шекпеген. Дәрігерлердің айтуынша құрбандардың кейбірін қатты күйік шалғандықтан оларды анықтау қиынға соғып отыр. Мәйіттердің біразы идентификация үшін полиция бөлімшесіне жіберілді. Айта кетсем, Индонезияда түрмедегі бүлік, тәртіпсіздік пен өрт оқиғалары жиі болады. Шетелдік сарапшылардың сөзінше, оған абақтыларда адам санының көптігі, түрмеге бөлінетін қаражаттың аздығы мен заңсыз есірткі бизнесі себеп болатын көрінеді. 41 адамның мәйіті анықталды. Тағы 8 сотталушы ауыр жарақат алған, ал қалған 72 адамның жарақаты жеңіл. Олар түрмеде ем қабылдап жатыр. Біздің болжам бойынша абақтыдағы камералардың бірінде электр сымының қысқа тұйықталуы себеп болған. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы жолдауында мектеп салу мәселесіне жеке кәсіпкерлерді қатыстыру жайын тапсырған болатын. Осыған орай жергілікті билік өкілдері білім беру ұйымдарының құрылысын салуға инвестор тарту жұмыстарын қолға алып жатыр. Осындай жұмыс Арыс қаласында да жүзеге асуда. Қалаға қарасты 10 елді мекенде мемлекет пен жекеменшік әріптестік негізінде 150 орындық мектеп салынатын болды. Арыс қаласының іргесіндегі 10 ауылында шағын жинақты бастауыш мектепхана бар. Мұнда 50 оқушы білім алады. Ал жоғары сынып оқушылары көршілес орналасқан Ағдала ауылындағы мектепке тасымалданады. Жалпы алғанда ауыл тұрғындарының саны 500-ге жуық болса, оның 105-і мектеп жасындағы балалар. Көптен бері мәселесі шешілмей жатқан Арыс қаласының 10 елді мекенінде 150 орындық мектептің жеке кәсіпкер есебінен құрылысы салынып, бүгін іргетасы қаланып жатыр. Осыған сәйкес осы жолдауда берген тапсырманың орындалуы бойынша ары қарай жұмыс атқаратын боламыз, және де жеке кәсіпкерлердің мектеп салуға қызығушылығы көп. Жаңадан салынатын мектептің аумағы 2,5 гектар шамасында. Білім ошағының өз алдында дербес спорт алаңы болады. Құрылысқа жергілікті 50 азамат жұмылдырылмақ. Мына елді мекенге мектеп салуға ой біраз уақыттан бері бар еді. Осы қаланың әкімінің қолдауыменен, халықтың қолдауыменен осы іске жолға қойылып жатыр. Рахмет көпшілікке. Мына елді мекеннің жұмыспен қамтылсын. Оқушылар ұзаққа бармай, қыста жаурамай, жазда ыстықтамай, мектеп жақын жерден болсын деп, халықтың игіліктісін бастап жатырмыз. Арыс қаласында 37 мектеп бар, онда 20 мыңнан аса оқушы білім алуда. Қала халқының өсуіне байланысты таяудағы 2 жылда 3 мектеп салынуы тиіс. Алдағы уақытта, яғни тағы да қосымша Наурыз және Отырар мөлтек ауданында 600 орынды облыстық бюджеттен бастайтын болады биыл оқу жылына. Ендігі жылдары, яғни толық аяқталатын болады. Алатау мөлтек ауданындағы да ендігі жылға жоспарланып жатыр. 10 мектепті 2023 жылда аяқтау жоспарланған, дегенмен жеке кәсіпкер нысанды келесі жылы тапсырамыз дейді. Нұрмахан Кенжехан, Мұхаммед Али Шері, Түркістан Таймс. 90 пәтерлі тұрғын үй жарылып кетуі мүмкін. Түркістан қаласындағы бірінші мөлтек ауданның тұрғындары бірнеше күннен бері ұйқыдан қалдық деп отыр. Өйткені 2 күннен бері жарық жоқ. Ал кешкісін төледегі құбырдың жарылуы үрейді үдете түскен. Тұрғындардың жанайқайын әріптесім Жандос Тастемір тыңдап келген еді. Көпқабатты үйдің жертөлесінің бүгінгі сиқы мына өздеріңіз көріп отқандай, олар 2 күннен бері жарықсыз отыр, себебі жарық осы шиттен беріледі. Шиттің дәл қазіргі жағдайы, мынау сымдар қалай болса солай шашылып жатыр, есігі ашық-шашық, ешқашан жабылмаған. Тұрғындардың айтуынша кеше ғана ауыз су құбыры жарылған, бүгін міне бекітіпті. Енді олардың алаңдайтыны сол, осы су мынау сымдарға тиіп, атылып кетеміз ба деп қорқып отыр. Мен айтқам рас қоспас бетті. Не алады қосқанда? Біз өлгіміз келмейді. Көп мына доқ тартып балдарымыз өліп қалса, ешкім жауап бермеймін деп тұр. Светіміз жағып беріп, мына суымызды тоқтатып, мына шегімізді ауыстырып, или жауап берсін, төбеге қарап қойсын. Ол жағдай кеше бүгін ғана емес, жиі қайталанатын көрінеді. Сондықтан тұрғындар алғашқыда өздері ақша шығарып жөндеткен. 2 күннен бері светсіз балдарымыз сабағында дайындалмай, оқи алмай жатыр ғой, сабақ. Соткамыз де өшіп қалған, свет жоқ, холодильнигіміз іші еріп, су ағып жатыр. Барлығы. Не істейміз? Кімге жалып қыламыз енді?
Жертөледе тазалық сақталмаған. 2 жыл бұрын жеке пәтер иелері кооперативімен келісімшартқа да отырған. Одан бері толықтай жөндеуден өткіземіз деп уәдені үйіп төгіп кеткендердің жүзін әлі бір ретте көрген жоқпыз дейді. Азанға дейін уайымдап жатқаннан гөрі өзіміз туысқанымыз үйіне барып жатайық деп үйден шығып кетіп қалдық. Бірақ кескін вообще түрін де көрген жоқпыз, адамын да көрген жоқпыз. Бірақ басында договорға отырған кезде өздері жауап берген, біз істеп береміз. Ойбай, подвалдың астында тұрбан бәрі шіріген, бұрынғы жылғы домдар өзіміз істейміз деп айтқан тұғын. Қазір бірақ ешқайсысы амайды да біз жауап бермейміз деп қашып отыр. Ал тұрғын үй және коммуналдық шаруашылық бөліміндегілер бұл мәселеде мүлде бейхабар болып шықты. Сыртқы жақтан келіп жатқан жаңында светтің жарығы болатын болса, егер оған біз араласамыз. Қазір мен оған тиісті жаңдай водоканалдың мамандарын жертсек, и қосымша өзіміздің мамандарды электр қуатына қатысты мамандарды жеткізіп, ол мәселені бәрін анықтайды онда. Сонымен қаншалықты өзекті, егер сол жерде жаңда салбырап не болып жататын болса, разрядке келтіруге жұмыс жасайық. Біз жауап бермейміз деген мамандарға хабарласқанымызда келісімшартқа отырғанымыз рас. Алайда біз пәтер иелері кооператив емес, сервистік орталықпыз. Беріп отқан 500 теңгеге біз 5 бағыт бойынша ғана жұмыс істейміз. Келісімшартта ондай қызмет түрі қарастырылмаған деп басын ала қашты. Ал құжатта көзделген міндетті мінсіз орындап отырмыз дегенді айтты. Жандос Асемір, Ержан Сейдәзім, Түркістан Таймс. Биыл мемлекет және қоғам қайраткері ғалым этнограф Өзбекәлі Жәнібековтің туғанына 90 жыл. Осыған орай бүгін Түркістан қалалық орталықтандырылған кітапханасында дөңгелек үстел өтті. Жиынға зиялы қауым өкілдері мен тұлғаның ұрпақтары, сондай-ақ кітапхана оқырмандары қатысты. Шараның басты мақсаты саналы ғұмырын қазақ тұрмысында қолданылған жәдігерлерді тірнектеп жинауға арнаған этнограф ғалымның артында қалған ұлттық мұрасын бүгінгі ұрпаққа дәріптеу. Айта кету керек, Өзбекәлі Жәнібеков халқын ұлыстың ұлы күнімен қайта қауыштырып, еліміздің алғаш музей ашқан бірегей тұлғасы. Өмірінің соңғы қызметі, ол кісінің мемлекеттік қызметі Қазақстан Компартиясының хатшысы болды, идеология жөнінде. Қандай әсіресе ол кісі идеологияға келген кезінде біздің елімізде өте ауыр жағдай болатын. Желтоқсан оқиғасынан кейінгі кезең болатын. Ол кісі сол кезеңде жұмыс істеп, Колбиннің қасында жүріп жұмыс істеп, қазақ халқын қорғай білді. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Түркістан арнасы әрдайым қосулы болсын.